Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең оңай әрі дәмді болып шығатын хит восточный пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сары май мен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны салып, тағы араластырамыз. Қопсытқышты ұнға араластырып, ыдысқа 2 бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамырыңыз бірікпей жатса, қамырды біріктіру үшін қолымызды салқын суға сулап, илеп жібереміз. Қамырды 10-15 минутқа қалдырып, салмасын дайындаймыз. Грек жаңғағын және мейізді жақсылап жуып, кептіріп, майдалап тураймыз. Енді қамырды алып 2-ге бөлеміз. Бір бөлігін жаямыз. Пісіретін ыдысқа салып, жан-жағын түзейміз. Үстінен шаншқымен тесіп шығамыз. Дайын салмамызды жақсылап жайып саламыз. Үстіне қоюлатылған сүтімізді құйып тегістеп шығамыз. Осылай 2-3 рет сілкіп, ішіндегі ауасын шығарамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз, беті қызарғанша. Өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Менің отбасыма және маған өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, пікір жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!